Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя тема урока – волосы Анель длинные. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – Анельдің шашы ұзын. Открываем страницу 12. Открываем тетрадь и пишем сегодняшнее число. Қаңтардың 18-і. Сынып жұмысы. Жаңа сөздер. Шаш, волосы. Ұзын, длинный. Қысқа, короткий. Қоңыр, коричневый. Тыңда, қайтала, оқы. Послушай, повторяй, прочитай. Бұл Анель. Анельдің шашы ұзын. Это Анель. У Анель длинные волосы. Бұл Анна. Оның шашы қысқа. Это Анна. У Анны короткие волосы. Бұл менің досым Әлібек. Оның шашы қысқа. Это мой друг Әлібек. Его волосы короткие. Бұл менің досым Саша. Оның шашы сары. Это мой друг Саша. Его волосы желтые. Открываем страницу 14 и выполняем третье задание. Қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Поставь нужные слова и перепиши предложение. Нужные слова. Ақ, белый. Түсі, цвет. Шашын, твои волосы. Менің, мои. Например, первое. Менің шашым ұзын. Мои волосы длинные. Шашымның түсі қара, правильно. Сенің шашың қысқа, түсі сары. Атамның шашы қысқа, түсі ақ. Выполняем задание и отправляем мне на WhatsApp. Я вам все подсказала. Теперь жду от вас выполненные задания. Сау болыңдар, балалар. До свидания, ребята. Всем удачи. Барлығыңа сәттілік.